Құрметті жиынға қатысушылар, баршаңызға белгілі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің Қазақстан халқына жолдауында бірқатар әкімшілік және саяси реформаларды ұсынған болатын. Соның бірі қала және аудан деңгейіндегі әкімдерді тікелей дауыс беру арқылы сайлау. Бұл демократиялық, әлеуметтік, құқықтық бағыты таңдап алған еліміз үшін даму жаңа кезең екені сөзсіз. Күні кеше 5 қарашада ел тарихында алғаш рет 45 өңірінде әкімдер сайлауы өтті. Олардың қатарында Абай елінің болуы да заңды құбылыс деп есептеймін. Көпке үлгі болған қасиетті өңір өзінің саяси мәдениетін көрсетіп, таңдауын жасады. Осы орайда сайлаудың жоғары дәрежеде өтуіне тікелей септігін тигізген барша аудан тұрғындарына ризашылығым мен алғысымды білдіремін.